Мұны енді нәскидің ең ұш жағын қалай бекітеміз? Ең ұш жағын қазір жөндеп алайын. Қалай бекітетін екенімізді көрсетемін. Бұны мынау екеуін біріктіріп тоқимыз. Менде 9 жіптен қалып тұр екі жағында. Қалғандар оң тоқылады. Оң тоқылады, бағана көрсеткенімдей. Видеода көрсеткенмін. Одан кейін осылай тоқылады. Мұны соңғы екі жіпті бірге тоқимыз. Бірге тоқимыз. Келесі мұна бірінші және екінші жіпті біріктіріп оң тоқимын. Және мұна жерін сәл тартыңқырап тоқимын. Себебі мына жерде, мына біріккен жерінде бос болып қалса болмайды, бұл жер ашық болып қалады. Қалған жіптерді оң тоқимын. Менде 9 жіп қалған еді. Осы қатарда 2 жібі азайып, 7 жіп пайда болады. Қалатыны 7 жіп болады. Мұны менде мына жақта 7 жіп, мына жақта тағы да 7 жіп қалды. Енді осы қатарда да мен тағы оны қысқартамын. Мұна екеуін бүйтіп біріктірдім. Одан кейінгі жіптерді біріктірмеймін. 2, 3, міне 1, 2, 3, 4. Енді мұна екеуін біріктірем, менде 5 жіп қалады осы жолында. Мұны 5 жіп. Келесі мұнау беткі жағындағы бізімде де 7 жіп қалған еді, енді 5 жіп қалады. Мұна бірінші, екінші жіпті бірге тоқып аламыз. Мұна екеуін бірге тоқимыз. Мұны біз қысқарттық. Жіп қысқарып жатырмыз да. Келесі жіпті оң тоқимын. Мұна мен 3 болды. Мұна мен 4 болды. Енді соңғы екі жіпті бірге тоқимын. Мұнда 5 жіп болады мұна. Мұна. Бізде 5 жіптен қалды 10 жіп. Енді бұл тағы да сөйтемін. Енді бұл жерде 3 жіп қалады. Соңына барған кезде осылай тез қысқартамыз. Мұна, мұнау, біреу, екеу. Мұна соңғы 2 жіпті бірге тоқимын. Мұна 3 жіп. Мұна енді бұйымның мұна бетінде тағы да қысқартамын. 5 жіп еді. 5 жіп еді. Мұна екеуін біріктіремін. Екеуін біріктіріп аламын. Мұна оң тоқылады. Мұна оң тоқылады. Мұна екеуін біріктіремін. Мұнау екі бізде де 3 жіптен қалды. Енді үшеуін бірден біріктіріп жібере салуға болады. Өте қатты үшкір бола берудің қажеті жоқ. Мына жерге мен саусақтарымызға, аяғымызға дұрыс болса болды размері. Мына осы кетті. Және мына беткі 3 жіпті біріктіріп аламын. Беткі 3 жіпті біріктіремін. Мына үшеуін біріктіріп былай алдым. Енді менде бар жоғы 2 жіп қалды. Мұнау екеуінде 2 жіп қалды. Осы 2 жіпті біріктіріп аламын. Мұны мен нәскиімні бітті. Енді мұнау өткендегідей мұны үземін жіпті бүйтіп. Мұны үздім.
мындай носки пайда болды. Енді мынау бас жағындағы мына жіпті де кішкене тоқып жіберіп барып қырқып тастаймын. Мына ұшындағы жіпті де мына жерге тоқып жіберіп қырқып тастаймын. Міне енді күрчік аламыз, ілмекті алып. Мынау ұшындағы жіпті былай өткізіп тастаймын. Тоқып өткіземін. Мына астыңғы бетке қарай былай алдым міне. Мен мына біреуін өткіземін жіптің, біреуін өткізбедім. Мына біреуін өткіздім, біреуін өткізбедім. Екеуін бір-біріне былай байлап бекітіп тастауға да болады. Бұл енді аяқта жүргендіктен мықтылау болсын деген ниетпен өзі жіңішке жіп, бұны байланған білінбейді. Мен мына 3 рет байлап тастадым мына. Мына ұшындағы жіптерді қырқып тастай саламыз.